Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай котлетті жаңа әдіспен қалай пісіруге болатынын сіздермен бірге бөліскім келеді. Мен бастаймын, ал сіз менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біздің фаршқа тұз, қара бұрыш, пияз, укроп және де бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Өзіңізге қажет форманы алып, осылай маймен жағып шығамыз. Енді біздің болгар бұрышын дөңгелектеп турап формаға саламыз. Енді біздің осы бұрыштың үстіне дайын начинкамызды саламыз. Үстінен бір тамшы майонез немесе қаймақ істесеңіз болады. Содан кейін пияз, қызанақ салып, үстінен ірімшікпен себеміз. Енді біздің осы необычный котлет десек те болады, 180 градуста 30 минутқа пешке салып қоямыз. Біздің жаңа әдіспен пісірілген котлетіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Зере.